тебе всегда говорю, прошу, не позорься, айналайын. Всегда говорю, да? Ой, бүгін ғана бекеттік алдыға отайықшы дейді. Жоқ, бізді көріп тұр. Жоқ, алдыға отайықшы дейді. Көріп тұр. Бармыз, а? Кеттік кесе салып жатыр. Армысыздар сұлу нархоздың қыздары? Ануар, сенің бар ғой, дәл қазір сахнада қыздар деп бастағаннан мен келіспеймін. Неге? Ойланып қара. Бүгін 6-сы ма? 2 күннен кейін 8 наурыз, дұрыс па? Қызыңды құттықтауға барасың. Қолында үлкен роза. Үлкен шарик, дұрыс па? Өзіңнен дәу Тедди Медведь. Апарып бересің. Білесің ба, 7-ші майда бізге не береді? Не? Сабын, шампунь, краски. Жігіттер, мен де келіспеймін. Неге? Біз оларды шығарып саламыз. Олар бізді неғып шығарып салмайды деймін да? Дұрыс. Мына жігіттер, мен де келіспеймін. Неге? Қыздар ғана туа бере ма? Залда 91-ді жақсы көретіндер бар ма? Кешірмеңдер. Залда 91-ді жақсы көретіндер бар ма деймін? Құдай жатыр, мен де жақсы көремін, бала күшті айтады. Көке, сіздің жүргеніңізге жөн болсын. Балтамен не істеп жүрсіз? Ой, бұл базаның өзінің ерекшелігі бар ғой, мен алып шыққан. Ертең 2 күннен кейін 8 наурыз емес па? Сол кеше айлығым түсіп, жаңа қызым екеуміз зоопаркке апарайын дедім да. Сонымен зоопаркке бардым, қызымды жаңағы зоопаркке жүр жаным дедім. Сонымен зоопаркке барып едік, дәу бір аюды көрдім. Ой, айды анау тәңір еді анау. Сонымен аюды деп екеуміз бүйтіп күшті көріп тұрады. Аюдың қақпасы есігі ашылып кетті. Сосын ана аю бүйтіп менің бүйтіп қызыма келе жатыр. Мен кәдімгідей ерге құсап бүйтіп бардым да, жаным дедім, паниковать етпей дедім. Тұра тұр дедім, мен қазір тұра тұр, мен үйден барып балта алып келейін дедім. Мен үйге бардым, балта алып келдім. Сол сендерді көріп, сол әр жағына квойн ойнап тұрмын ғой, жаңағы, иә. Ойбай жаным! Білеміз, 8 наурыз келіп қалды. 8 наурызда, яғни әр курстың студенттері өзінің қыздарына, яғни ән арнайды. Мысалға, 1-ші курстың студенттерінің жігіттері өздерінің қыздарына мынандай ән арнайды екен. Қыздар-ай, қиылған қасың қандай? Анар оны қой бар. 2-ші курстың жігіттері бар ғой, қыздарына. Жанары оттай жанып, жүрегімді шоқтайға, нананай. Өседі ғой 1 жыл енді. Одан енді 3-ші, 4-ші, сосын магистратурада оқиды. Докторантура оқиды. Сол жақта оқитын жігіттердің өздерінің қыздарына мынандай ән арнайды екен. Асыл әжем, асыл әжем. Залда 4 теңгеден фарш алатындар бар ма? Қыздарды, нархоздың қыздарын сындыру оңай емес. Нархоздың қыздары оңай емес? Мен нархоздың қыздарын сындыру оңай емес, бірақ шынымен. Мен зерттедім ғой. Нархоздың қыздарын сындыру үшін сенің түріктікіндей сақалың болу керек. Кәрістікіндей түрің болу керек. Негідікіндей. Сене болса болды. Олай болса өзіміздің орда нархоздық элита. Кеттік. Құрметті достар, бәрімізге белгілі, жаз өте ыстық болады Алматыда. Сонымен көреміз, Алматы қаласы өте 40 градус ыстық болып тұр. Содан бір топ бала көшеде отыр. Сол ана 8 наурызға қызыма подарка бердім. Ана жігітке бақылашқызды еге болмайды екен. Сосын жаңағы шығып сонымен кеше пеш ойнадық қой бүйтіп. Сосын сосын қыздар келдірген бүйтіп қыздар түсу деп едім, сөйтіп қыз қалмайды екен, тісім жоқ.
Су ішу керек еді. Шөлдеп кетті. Шөлдеп кетті бірақ Жәшік жазда келеді. ыстық болып кетті. Бірінші. Су ішші. Қайда баратсың? Құрметті достар, тамашалаймыз Моншада болған оқиға. Ау. Я сол білмеймін ғой қайда кеткен. Не білемін. Шынтымақ, не істеп жүрсің? Берсе мачалды мен қойын. Құрметті достар, тамашалаймыз Моңғолия елі қыз сыны өз-өзін таныстырып жатқан қыз. Деген қызаңыз мен болам. Құрметті достар, барынша фантазиямызды қосамыз, барынша. Көреміз, әнші мысық болса қалай болар еді? Аңыра мысыққа прикостай. Жүрегімді балдай. Көтөй. Құрметті достар, кішкентай кезімізде қыздар бір кішкентай нәрсені асыра сілтеп жүретін. Сонымен кішкентай көреміз, кішкентай кез бір нәрсені асыра сілтеп жүрген қыз. Қалайсың? Ай, жындысың ба? Өліп кетсем қайтесің? Құрметті достар, барлығымыз осы жерде комната страхаға барған шығармыз, дұрыс па? Ау? Сода квесттен шығып келатқан бір топ балдар. Жаңағы сон, анау. Ойбай, мама, ойбай. Ойбай. Жаңа квест деген көрдім ғой құдай. Күшті болды енді жаңа. Оя, қорқынышты емес пе? Білмеймін ғой күліп жүрмін ішінде. Жаңа бүйтіп кіріп едім, кірсем арқамнан біреу ұстайды, бір қыздың қолы енді ой деп қойып жаңағы таппай тұрмын ғой не істейді екен. Соны бүйтіп ұстатты, мойнынан массаж деп жатыр. Соны бүйтіп мойнынан массаж етіп мойнынан түптеп сүйіп алды ғой. Соны тұрдым да ал енді не істейді екен деп бетінен түптеп сүйіп алып күшті болып қалдым. ертең тағы барамын күреске күшті. Қалайсыңдар? Ой, не айтып тұрсың? Күліп. Квест қалай дейді? Квест, мен де бар екенмін квест. Ой, қалай екен? Ой, өшіп квестқа кірдім. Қараңғы іші. Алма қарасам бір қара көйлек бір қыз, қара көйлек киген қыз тұр екен. Оны не істеймін енді? Қыз әдемі, жайлап белінен ұстайды. Мына мойын жағына барамын да мойнына массаж саламын. Жайлап бүйтіп мойны. Анау да дым демейді, қой үндемейді. Соны жайлап еркін. Кем демесе оны баспаймын. Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Алматыда бәрімізге белгілі азанда түсте кешкісін автобуста өте адам көп болады. Сондай жағдай кондуктордың өзіне сыймай қалса қалай болады? Так, кіреміз, орбита, келесі остановка, орбита, кіреміз. Так, шопресс жабыр, давай. Шопресс, Құрметті достар, қыздар, көбінесе кішкентай кезімізде осындай заттар бастарыңыз біріксе осындай оқиғалар болатын шығар. Қыздар, ішіміз кетті. Айнұр, сен мен бұрынғы жігітіммен жүріп жатыр екенсің ғой, тілді беріппен, Сен ұялмайсың ба? Қыздар, үйде бүгін мама жоқ қой. Давайте қуайық. Қуайық? Иә. Қалай қуайық? Бүйтіп бірімізді ұрып ойнайықшы. Ана жастықпен ба? Иә, ұрып ойнайық. Мынаумен ұра берейік кет. Айнұр, Айнұр, мен кішкентімей
жиырма тоғыз өтейікші ма? Құрметті достар, тамашалаймыз екі мысықтың әңгімесі. Досым, сүт ішесің ба? Қойып кеткен ішуді. Ішпей ақ қой. Досым, мен мына өмірге жыным ұстау жүрді. Неге деп сұрашы? Неге? Мына бізді тышқандар признавать етпей кетті. Дұрыс айтасың. Тышқандарға менсінбейді. Досым, мынау өмірге жыным ұстап жатыр, енді осы сәт пайдаланып мен жыным шығарып алсам қалай? Шығармашы. Иә, шығарып иә. Досым, жынымызды шығарып алдым, жүр кеттік. Қайда? Иттерге тас атайық. Құрметті достар, сөз соңында Нархоз университетінің құрамасы сіздерге деген махаббатпен.